Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі математика пәнінен өтетін сабағымыздың тақырыбы 17-18 санының құрамы. Оқу мақсатымыз. Бүгін сен бір таңбалы және екі таңбалы сандарды ондықтан аттап өту арқылы ауызша қосуды және азайтуды, екі бір таңбалы санынан 17-18 санын құруды үйренетін боласың. Мына суретке қарап өз пікірімізді айтып көрейікші. Барлығы неше жеміс екенін қалай санауға болады? Бірінші себетте қызыл және жасыл алмалар, ал екінші себетте жасыл және сары алмұрттар берілген екен. Бірінші себеттегі алмалардың саны 17, алмұрттардың саны 18. Яғни 9 мен 8-дің 9 қызыл алма, 8 көк алма, жасыл алма. Яғни барлығы неше жеміс екенін бұлай санауға болады екен. Қызыл алманың санына жасыл алманың санын қосамыз. Тиімді есептеу үшін біз 9 бірлікті толық ондыққа айналдыру үшін 8 бірліктің бір бірлігін 9-ға қосамыз. Сонда 10 болады. Енді бізде бұнда 7 бірлік қалды. 10-ға 7-ні қоссақ 17. Ал енді мұнда да жасыл алмұрттың санына сары алмұрттың санын қосайық. Бұлда жасыл алмұртты толық ондыққа айналдыру үшін 9 бірліктің бір бірлігін 9 бірлікке береміз. Толық 10 болды. Бір ондық шықты. Енді 9 бір бірлікті алғанда бізде 8 қалды. 10-ға 8-ді қосқанда 18 болып шықты. Тиімді есептеудің жолдары. Яғни бұларды ондықтар мен бірліктерді разрядтар дейміз. Енді ондықтар мен бірліктер санның разряды деп аталады дедік. Ондық, ол бір ондық дегеніміз 10, бірлік 8, бұл 8 бірлік дегеніміз 8, 10 мен 8-дің қосындысы болады 18. Яғни ондықтар мен бірліктердің қосындысы деп аталады екен. Есепті мұқият оқы, ойлан отырып шығарайық. Балалар 17 килограмм қарақат жинады. Олардың 8 килограммы қызыл, ал қалғаны қара қарақат. Балалар неше килограмм қара қарақат жинады? Бізге не белгілі және не белгісіз? Дұрыс айтасыңдар, барлығы белгілі және қызыл қарақат белгілі. Ал енді қара қарақат белгісіз. Ол үшін есепті шығару үшін біз бірінші есептің қысқаша шартын құрастырып аламыз. Кестені пайдаланып кересептер құрастырамыз, оларды шығарамыз. Бізде барлығы неше қарақат бар еді? 17. Олардың нешесі қызыл қарақат еді? Неше килограммы еді? 8 килограммы. Ал қара қарақатты табамыз. Ол үшін не істейміз? Барлығынан қызыл қарақаттың салмағын азайтамыз. Сонда бізде қанша болады? 17-ден 8-ді азайтсақ 9 килограмм. Дұрыс айтасыңдар. Ал енді бізде барлығы белгілі. Қызыл қарақат белгісіз, қара қарақат белгілі. Ондай жағдайда не істейміз? Барлығынан қара қарақаттың салмағын азайтамыз. Яғни 17-ден 9-ды азайтсақ неше килограмм қалады? Қызыл қарақатымыз неше екен? 8 килограмм. Бізде барлығы 17 килограмм еді. Енді біз бұл жерде белгісіз болып тұр. Барлығы белгісіз. Қызыл қарақат белгілі, қара қарақат белгілі. Кәні балалар есеп құрастырайықшы. Балалар, дұрыс айтасыңдар. 8 килограмм қызыл қарақат, 9 килограмм қара қарақат жинады. Балалар неше килограмм
қарақат жинады. Яғни 9 пен 8-дің қосындысының мәні қанша болады? 17. Рахмет балалар, белсенділік танытып отқандарыңа жарайсыңдар. Міне балалар, осылай етіп қысқаша шартын құра аламыз ба? Қызыл қарақат белгісіз, қара қарақат барлығы. Өте тамаша. Барлығын табуда белгілі сандарды қосамыз, сонда барлығы шығады екен. Балалар, теңдеу шешіп көрейік. Ол үшін біз қосудың компоненттерін еске түсірейік. Бірінші теңдеуде не белгісіз, екінші теңдеуде не белгісіз, яғни ұқсас екен. Яғни ол үшін теңдеу дегеніміз не еді? Дұрыс айтасыңдар, құрамында белгісіз саны бар теңдік. 9 бен x-ның қосындысының мәні 18. Яғни не белгісіз? Екінші қосылғыш белгісіз. Белгісіз қосылғышты табу үшін не істеуші едік? Белгісіз қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. Тамаша. Яғни 18 бен 9-дің айырмасының мәні қанша болады? 9. Яғни тексеріп көрейік. 9 бен 9-дің қосындысының мәні 18. Сынап көрейік. 18 тең 18-ге. Ал екінші теңдікте де y екінші қосылғыш белгісіз. Белгісіз қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. 17 мен 8-дің айырмасы 9. Яғни тексеріп көреміз. Бірінші қосылғышымыз 8, y тең 9-ға болды жазамыз. Тең 17. Сынап көреміз. 17 қосындысы, яғни 17 тең 17-ге екен. Жарайсыңдар балалар. Тексере отырып есептейміз. Яғни бұл жерден балалар сендердің тақырыпты қаншалықты меңгергендеріңді анықтау мақсатында өрнектің мәнін табуға берілген тапсырма. Бүгінгі сабақтан менің үйренгенім 17-18 санының құрамын білемін. Есептің қысқаша шартын құрастыра аламын. Есеп шығара аламын. Кересеп құрай аламын. Теңдеу шеше аламын. Жарайсыңдар балалар. Сабақтағы белсенділіктерің үшін алғысым шексіз.